Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бұл қалада бәрі білетін, бірақ ешкім жақын танымайтын бір адам бар еді. Оның аты Саян Қарабеков. Саян елдегі ең бай кәсіпкерлердің бірі. Қонақ үйлер, зауыттар, логистика, құрылыс, ақша оның өмірінде проблема болмаған. Бірақ бір нәрсе жетіспейтін. Үйі тым тыныш еді. Үлкен зәулім вилла, 3 қабат, мәрмәр еден, бірақ күлкі жоқ. Саян 58 жаста. Әйелі ерте қайтыс болған, баласы болмаған. Адамдар оны суық, қатал, тас жүрек деп ойлайтын. Ал шын мәнінде о тек жалғыз еді. Дәрігерлер соңғы тексерісте оның жүрегінде күрделі ақау бар екенін айтқан. Кез келген сәтте бәрі аяқталуы мүмкін. Сондықтан оған жеке күтуші керек болды. Күтуші болып келген сұлу. Кадр бөлімінен бірнеше қыз келді, бірақ біреуі бірден көзге түсті. Оның аты Айлин. 24 жаста, сұлу, ұзын қара шаш, таза сөйлеу, әдепті жүріс. Ал көзі біртүрлі еді. Жылы ма, әлде суық па, бірден түсінбейсің. Айлин ауылдан шыққан. Әкесі ішімдікке салынған, анасы ерте қайтыс болған. Өзі жоқшылықта өскен екен. Бірақ Айлиннің бір қасиеті бар еді. Ол адамдарды сезе білетін. Мен сізге тек күтуші болмаймын, деді ол алғашқы әңгімеде. Мен сізге тыныштық сыйлаймын. Саян алғаш рет күлімсіреді. Арам ниеттің басталуы. Айлин бұл үйге келгенде бір мақсатпен келген. Мен өмір бойы кедей болуға тиіс емеспін. Ал мына адам менің билетім. Алғашқы айларда ол тек қызметін атқарды. Дәрісін берді, тамақ дайындады, үндемеді, артық сұрақ қоймады. Саян да оған үйреніп кетті. Түнде жүрегі қысқанда Айлин жанында отыратын. Саян алғаш рет біреуге сырын ашты. Өмірінің бос кеткенін айтты. Ал Айлин тыңдай берді. Ол әр сөзді есте сақтады. Жасанды махаббат. Бір күні Айлин әдейі көз жасын төкті. Мен ешқашан бақытты болған емеспін, деді ол. Саян оны жұбатты. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Айлин баяу, есеппен, ақырын жақындай бастады. Қарапайым жанасу, жылы сөз, түнгі әңгімелер. Ал Саян, ол бұл сезімді нағыз махаббат деп ойлады. Өйткені оны ешкім бұлай тыңдамаған, ешкім бұлай қарамаған. Үйлену. Бір күні қала дүр сілкінді. Бай қарт жас күтушіге үйленді. Әлеуметтік желі қайнады. Ал Айлин айна алдында тұрып, тағы сәл қалды. Бәрі менікі болады деп мәз еді. Үйлену тойы жабық өтті. Адамды аз болды. Саян бақытты еді. Ал Айлин, ол енді уақыт күтіп жүрді. Құпия құжат. Үйленгеннен кейін Саян біртүрлі өзгерді. Ол бұрынғыдай жұмысқа араласпады. Кейде ұзақ ойланып отыратын. Айлин бір күні кабинеттен құжат папкасын көрді. Оқып шыққанда аяғы дірілдеп кетті. Саян Қарабеков қайтыс болған жағдайда барлық мүлкі автоматты түрде жетімдер үйіне аударылады. Айлиннің басы айналды. Бұл не деп шок болды. Шындықтың беті. Айлин Саянға ашуланды, айқайлады, жылап та көрді. Сен мені алдадың, деді ол. Саян сабырмен жауап берді. Жоқ, мен өзімді алдағым келмеді. Сол сәтте ол бәрін мойындады. Мен сенің ниетіңді басынан білдім, Айлин. Бірақ сенің көздеріңде бір кезде шынайылық көрдім. Сол үшін үйлендім. Айлин үнсіз қалды. Адам өзгеретін сәт. Күндер өтті. Саян әлсірей берді.
Айлин күтуші емес, шын жарындай қарады. Ол алғаш рет өзінің арам ойынан ұялды. Саян соңғы демінде айтты: егер сен өзгерсең, менің байлығымнан да үлкен нәрсе табасың. Сөйтіп Саян қайтыс болды. Соңғы таңдау. Барлық байлық жетімдерге кетті. Айлинге ештеңе қалмады. Бірақ ол жетімдер үйіне барды, көз жасымен балаларды құшақтады. Айлин сонда түсінді: махаббатты сатып алуға болады деп ойладым. Ал ол мені сатып алды, адам қылып. Жылдар өтті. Айлин сол жетімдер үйінің директоры болды. Өзіне емес өзгеге өмір арнады. Ал Саян, оның есімі алтын ғимаратта емес, адамдардың жүрегінде қалды.